Қайырлы күн, балалар. Жаратылыстану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өсімдіктердің негізгі бөліктері. Бүгінгі сабақта сен өсімдіктерге сипаттама беріп, олардың тіршілік ортасын анықтайсың. Өсімдіктердің негізгі бөліктерімен танысасың. Жанды, жансыз табиғатты ажыратасың. Ағаш, бұта, шөптесін өсімдіктер, жанды табиғат, жансыз табиғат тірек сөздерін білетін боласың. Суретке қарап ойланайық, балалар. Суретте не бейнеленген? Оларды қалай топтауға болады? Бұл суретте бізді қоршаған орта табиғат бейнеленген. Табиғатты жанды табиғат, жансыз табиғат болып екіге бөледі екен. Жанды табиғатқа тірі ағзалар жатады. Олар өседі, тыныс алады, қозғалысқа түседі, көбейеді, қоректенеді, тіршілігін тоқтатады. Ал жансыз табиғат өспейді, тыныс алмайды, жылжи алмайды, көбеймейді, әрі қоректенбейді екен. Балалар, суретке қарап ойланып көріңдер. Өсімдіктер қандай жерлерде өседі? Әрине, өсімдіктер барлық жерде өседі. Тауда, шөлді аймақта, далада, жазықта, орманда, су қоймаларда өседі екен. Енді суретке қарап салыстырайық. Өсімдіктердің 3 тобын салыстырып көріңдер. Олардың ұқсастығы мен айырмашылығын айтыңдар. Өсімдіктердің қандай белгілеріне қарап 3 топқа бөлуге болады? Суреттегі өсімдік түрлерін мына ерекшеліктері арқылы салыстырыңдар. Діңі, бұтағы, сабағы, жапырағы, гүлі, жемісі. Гүлдің сабағы әлсіз болады. Ағаштың діңі жуан болады. 3 түрлі өсімдік тобындағы ұқсастықтары барлықтарының тамыры болады. Олар өседі, бүршік жарады, жапырақ шығады, және олар ауаны тазартады. Өсімдіктерді қарапайым 3 топқа бөлуге болады. Ағаш, бұта, шөптесін өсімдік. Ағаш, балалар, бір ғана діңі бар көп жылдық өсімдік. Ал бұта бірнеше сабағы бар көп жылдық өсімдік. Бұталарда дін болмайды. Бұталар ағаштарға қарағанда аласа болады. Ал шөптесін өсімдіктер жұмсақ сабақтары бар бір жылдық және көп жылдық өсімдіктер. Қолайсыз жағдайда шөптесін өсімдіктердің жер үсті бөлігі құрап қалады екен. Енді балалар, суретке назар аударып, өсімдіктің бөліктерін атаңдар. Тамыры қандай қызмет атқарады? Сабағы ше? Өсімдіктердің негізгі бөліктері тұқым, тамыр, сабақ, жапырақ, гүл, жеміс. Тұқым арқылы өсімдік көбейеді және таралады. Тамыр өсімдікті топыраққа бекітіп ұстайды. Өсімдік тамыр арқылы қоректенеді. Сабақ тамырдың топырақтан сіңірген қорегін өсімдік мүшелеріне жеткізеді. Өсімдік жапырақ арқылы тыныс алады. Гүл өсімдіктің жемісі мен тұқымы өсетін бөлігі.
Гүлдің орнына жеміс пайда болады. Жеміс өсімдіктің өнімі. Тұқым арқылы өсімдік көбейеді және таралады. Тамыр өсімдікті топырақта бекітіп ұстайды. Өсімдік тамыр арқылы қоректенеді. Сабақ тамырдың топырақтан сіңірген қорегін өсімдік мүшелерімен жеткізеді. Өсімдік жапырақ арқылы тыныс алады. Гүл өсімдіктің жемісі мен тұқымы өсетін бөлігі. Гүлдің орнына жеміс пайда болады. Жеміс өсімдіктің өнімі. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, мына жетекші сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Қандай өсімдіктің діңі бар? Бойы аласа, бұтағы жіңішке қандай өсімдік? Сабағы жұмсақ өсімдік қалай аталады? Өсімдіктің қанша түрі бар? Сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.